Сәлем достар, бүгін біз осындай әдемі, жұмсақ келген, дәмі өте керемет шығатын күлшеннан дайындаймыз. Қонақ күткен кезде осыны столға қоюға болады. Ең алдымен жылы суды, сүтті араластырып, үстіне қантты, тұзды, еріген сары майымызды араластыра отырып қосамыз. Бір тал жұмыртқаны қосамыз. Дрожжды қосып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз еру керек. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне аз-аздан ұнды қоса отырып қамыр илейміз. Достар, каналым ұнап жатса, лайк, тіркелу, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Қамырымыз өте жұмсақ немесе қатты болмау керек. Орташа етіп илеп шығамыз. Міне осылай. Енді бетін пакетпен жауып, жақсылап, үстін тағы да бетін жаптым мен. Одан кейін 1,5-2 сағатқа жылы жерге қойып қойдым. Міне дайын болды. Қамырымыз жақсылап көтерілді. Енді қолды сұйық маймен майлап, қамырды ортаға жинадым. Жинап, домалақтап бөлдім. Оны мен сразу өлшедім таразыға. 110 граммнан бөліп шықтым. Духовканың бірлестігіне пергамент бумагасын төсеп, 6 талдан бөліп қойып шықтым. Бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қойдым. Көтерілу керек, міне көтерілді. Енді стаканды алып, дәл ортасына қойып, былай қолмен басып шықтым. Сіздер қолмен ғана жасасаңыздар болады. Барлығын жасап болғаннан кейін вилкамен осылай әсемдеп шықтым. Бір тал жұмыртқаны жақсылап араластырып, беттеріне жағып шықтым. Жағып болғаннан кейін үстіне күнжіт септім. Қызып тұрған духовкаға 20-25 минутқа пісіріп алдым. Міне, дайын біздің күлшеміз. Жұп-жұмсақ, дәмі керемет болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады. Достар, менің каналымды қолдап жүріңіздер. Подписка, лайк жасап жүріңіздер. Менің каналымда көптеген тағамның түрлері бар. Астарыңыз дәмді болсын.